Баршаңызға сәлем бердім достар. Бүгін мен сіздерге бір ғана заттың көмегімен шыбыннан қалай оңай құтылуға болатыны жайлы көрсететін боламын. Сізге пайдалы болса видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз. Осындай құрамы дрожжға ұқсайтын дәріні сатып алу керек. Бұл дәрі аджита деп аталады. Кәдімгі мал дәрілері сататын дәріханадан сатып алуға болады. Бағасы өте қолжетімді. Және де бізге осындай терезе әйнектерді жуатын арнайы средство қажет. Бұның біз басындағы тек қана пыс-пыс етіп себетін крышкасын ғана алатын боламыз. Оның не үшін керек екендігін соңында көрсететін боламын. Және де осындай бакалашкаға қатты толтырмай жылы су құйып алу қажет болады. Айтпақшы, бакалашканың көлемі 1 литрден аспауы қажет. Осы су толтырылған бакалашканың үстіне сүзгіні қойып, оның үстіне жаңағы аджита деген дрожж сияқты дәрінің барлығын себетін боламыз. Енді жаңағы әйнек жуатын средствоның крышкасын шешіп алған едік қой, соны осы бакалашканың үстіне кигізіп, жақсылап осы бакалашкадегі су мутный болып біркелкі болғанша араластырғанша жақсылап шайқайтын боламыз. Осындай арнайы әйнек жуатының төбесіндегі пысылдатып себетін крышкасымен қолдану өте ыңғайлы болады. Міне осы дайындап алған массамызды осылай пысылдатып себу арқылы барлық шыбын көп жүретін жерлерге сүйіп шығамыз. Біздің үйдің есіктің алдында шыбындар өте көптеп жүреді. Осылай құжынап жүрген шыбындардың арасына сүйіп тастаймын. Осы сүйіп тастаған жерге шыбындар келіп қонатын болса, бірінен кейін бірі өле беретін болады. Осы сыртқы есікке себемін, және де осы далада орналасқан терезеге себемін. Сол жерде де шыбындар өте қаптап жүреді. Айтпақшы, осылай сусынды дайындап, бір сүйіп қойсаңыздар, сіздерге бірнеше күнге жететін болады. Тіпті егер ол үйдің іші болса, сіздерге 1 аптаға жететін болады. Мінекей, дәл осылай үйдің ішіне де сүйіп шығамыз. Өздеріңіз қалаған жерге сепсеңіздер болады. Терезелерге, перделерге, жалюзилерге де сепсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы, сіздерге пайдалы болғанына қуаныштымын. Келесі менің пайдалы видеоларымда кездескенше аман сау болыңыздар.